Сәлеметсіздер ме? Мен нөмірі 225 орта мектептің 10 сынып оқушысы Насыр Нұрсұлу, жетекшім Тоғызова Гүлназ ағылшын тілі мұғалімі. Мұғалім мамандығы маған не үшін тартымды? Мұғалім ол адамдардың білім алу жолында маңызды рөл атқарады. Бұл мамандық маған ұнайды. Себебі білім беру процесіне қатысып, болашақ ұрпақтың дамуына үлес қосу үлкен жауапкершілік және марапат. Мұғалімнің әрбір оқушыға әсер етіп, олардың болашағын айқындау ерекше құндылық. Мамандықтың шығу тарихы. Мұғалім мамандығы білім беру жүйесінің дамуына қарай пайда болды. Алғашқы білім беру жүйесі антикалық кезеңде, мысалы, көне Мысырда және Грекияда дамыды. Алғашқы мұғалімдер ретінде философтар мен ғалымдар қарастырылды. Білім беру мектептерінің құрылуы мұғалімдердің маңызды рөлін арттырды. Мамандықтың мазмұны. Мұғалімдер оқушыларға пәндерді үйретеді, олардың білімін тексереді. Сонымен қатар дамытуға бағытталған тапсырмалар мен іс-шаралар ұйымдастырады. Мұғалімдердің міндеті оқушыларды жеке тұлға ретінде қалыптастыру, олардың шығармашылық қабілетін дамыту және тәрбиелік жұмыстар жүргізу. Осы мамандық бойынша атақты адамдар Абай Құнанбайұлы, ақын, философ, педагог. Абайдың шығармаларында әлемнің рухани және моральдық дамуы, білім алудың маңызы туралы ойлар кеңінен көрініс тапты. Абай өз шәкірттеріне білім берумен қатар оның болашағы үшін қажетті құндылықтарды дәріптеді. Мария Монтессори, итальяндық педагог, балалардың дамуы мен білім алуын қолдайтын Монтессори әдісінің негізін қалаушы. Оның білім алуына үлкен назар аударылған. Монтессори әдісі әлем бойынша көптеген білім беру мекемелерінде қолданылады. Василий Слонимский, кеңестік педагог, оқу процесінде адамның тұлғалық дамуына бағытталған білім беру жүйесін жасаушы. Оның педагогикалық идеялары мен әдістемелері қазіргі заманғы білім беру жүйесіне көп әсер етті. Осы мамандық бойынша адам баласына қажетті қасиеттер және қабілеттер. Ең бірінші осы сабырлық, яғни әртүрлі оқушылардың мінез-құлқына, олардың оқу барысындағы қателіктеріне сабырмен қарау, оқушылармен дұрыс қарым-қатынас орнату. Шығармашылық, сабақтарды қызық әрі тиімді өткізу үшін шығармашылық көзқарас қажет. Және сонымен қатар жауапкершілік, яғни оқушылардың білім деңгейіне, тәрбиесіне және жалпы дамуына толық жауап беру, оларды дұрыс бағыттау және қарым-қатынас жасау қабілеті, яғни оқушылармен, ата-аналармен және тиімді қарым-қатынас жасай білу. Мамандықтың оң және кері жақтары. Оң жақтары жалпы жоғары моральдық қанағаттану, себебі білім беру ұрпақтарға үлкен әсер етеді. Ұзақ демалыс кезеңдері, яғни каникулдар, қоғамға маңызды қызмет ету. Ал кері жақтарына келетін болса, қысым мен стресс деңгейі жоғары болуы мүмкін, кейбір мектептерде жұмыс жағдайының қиындығы және кейде жалақының төмендеуі де болуы мүмкін. Осы мамандық бойынша қайдан білім алуға болады? Яғни жоғары оқу орындарында, педагогикалық университеттер мен институттарда және колледждер мен мектептерде, яғни педагогика бойынша арнайы курстар мен бағдарламаларда және онлайн курстар. Қазіргі таңда онлайн білім беру мүмкіндігі де бар. Жалпы осы мамандық бойынша жұмыс істеуге болатын салалар. Мектептер, яғни жалпы білім беретін мектептер, лицейлер және гимназияларда, жоғары оқу орындары, жаңағы айтқандай университеттер мен колледждерде және қосымша білім беру мекемелерінде, осы жазғы лагерьлер мен өнер мекемелерінде. Осы мамандықтың мансаптық болашағы білім бөлімінің жетекшісі немесе мектеп директоры болуы мүмкін. Педагогика ғылымдарының кандидаты болу, ғылыми қызметке бағытталу, жеке репетиторлық қызмет көрсету. Осы қазіргі уақытта еңбек нарығында мамандықтардың сұранысы, мұғалімдерге сұраныс қазіргі уақытта өте жоғары. Атап айтқанда математика, физика, химия, ағылшын пәндерінің мұғалімдеріне сұраныс бар. Қазақстанда ауылды аймақтарда мұғалімдерге қажеттілігі артып келеді, ал қалада осы мұғалімдердің біліктілігіне арттыру